Келесі тақырып ол кодировка. Яғни сіз түсіріп келген материалды бір қарап шығу. Оның керек жерлерін алу, керек синхрондарды алу, керек кадрларды белгілеу, осы процестің барлығы кодировка деп аталады. Тележурналист үшін кодировка не үшін керек және несімен маңызды? Ол аты айтып тұрғандай, өзіміз тележурналист болғаннан кейін видеомен біз көрерменді баураймыз. Видеомен біз белгілі тақырыпты береміз. Ол сол видеомыз, сол бейнеміз сапалы болып шығу үшін біз кодировка жасауымыз керек. Біріншіден. Екіншіден, кодировка ол монтаж мамандарына керек дүние. Яғни сіздің қай кадрды, қай жерден алатыныңызды ол іздеп отырмау керек. Яғни монтажердің жұмысын жеңілдетеміз. Өзіміздің жұмысымызды жеңілдетеміз. Жалпы уақытты үнемдейміз сол арқылы. Сонымен, кодировкаға отырар алдында міндетті түрде қағаз, қалам дайындап алған жөн. Болмаса, телеарнада бізде арнайы бағдарлама қолданылады, сол бағдарламаға жазып отырамыз. Ең бірінші, қандай видео түсірдің, соны әр секунд минутына дейін қарап шығып, қайсы сапалы, қайсы сапасыз, қай жерде қандай детальдар бар, соны анықтап жазып алу керек. Одан кейін синхронды кодировка жасаймыз. Яғни өзіңізге керек жерін ғана аламыз. Онда да синхронды қарап шығып, ішінен 15-20 секунд, болмаса кейде 10 секунд алуымыз мүмкін. Сол жерін бастапқы тайм-кодын және соңғы тайм-кодын жазып аламыз. Интершумды да, стендапты да солай кодировка жасаймыз. Өзімізге керек жерлерін кесіп аламыз. Кейде болады, синхронның ішінен бірнеше керек жер, өзімізге ұнайтын жерлер, жақсы өзекті айтылған жерлер кезігеді. Онда барлығын түртіп алып, ішінен ең маңыздысын ғана аламыз. Болмаса, кейбір адамдар ұзақ сөйлеу мүмкін, сөйлем аяқталмауы мүмкін. Ондай кезде сөйлемнің басын, ортасын, аяғын қай жерде өзіңіз ыңғайлы кесіп аласыз, артынан қиып құрастырып аласыз. Өкінішке орай бізде көбіне сондай спикерлер болады. Сөзінің басы бар, аяғы жоқ, немесе сөйлем аяқталмайтын, 1 минуттан асып артық сөйлейтін адамдар болады. Ондай адамдарды үстіп кодировка арқылы қиып кесіп өңдеп аламыз. Сондай әр детальді, әр видеоны мұқият қарап шығу қажет. Ол жерде видео селкілдеп тұрмау керек, артық шулар, артық дыбыс, артық әлгі жерде пересвет дейміз, болмаса онша емес кадрлар болмау керек. Себебі журналистің сюжеті сол түсіріп келген кадрларына байланысты. Егер кадрлар әдемі болса, әсерлі болса, ішінде детальдар көп болса, сюжет әсерлі шығады. Сондықтан мұқият кодировка жасап, барлық түсірген дүниені қарап шығу қажет. Бұл біраз уақыт алатын процесс. Түсірілім күні бойы жүргізілуі мүмкін, күні бойы съемкада жүруіңіз мүмкін. Бірақ сіз содан 2-2,5 минуттық қана сюжет жасауыңыз қажет. Яғни сізге қаншама сөйлеген адамдардың ішінен қысқа ғана сөздерін қиып алуыңыз керек. Қаншама түсірілген видеоның ішінен тек керегін таңдап алуыңыз керек. Кодировка жасаған кезде оператордың түсірген пландарын қарайсыз, яғни общий план дейміз бізде, средний план, крупный план, соның барлығын өзіңізде қарап таңдап отырғаныңыз жөн. Осы кодировканы, болмаса раскадровканы қалай жеңілдетуге болады? Ол үшін съемка барысында, яғни түсірілім барысында оператормен ақылдасып отырып, өзіңізге керек тайм-кодты белгілеп отырсаңыз да болады. Болмаса, сұхбат жазу барысында керек жерін өзіңізге блокнотыңызға, болмаса телефоныңызға түртіп қойсаңыз, раскадровка жасаған кезде ол сізге жеңілдірек болады. Сондай-ақ жеңілдетудің тағы бір жолы, съемкаға бара жатқан кезде, басында айтып өткендей, оператормен ақылдасып, өзіңізге керек дүниелерді ғана түсірту керек. Сонда кодировка жасау, раскадровка жасау сізге жеңілдірек болады. Ал раскадровкаңыз неғұрлым жеңілдірек болса, тезірек жасалса, ары қарай мәтін жазуда, яғни текст жазуда оңай болады.